Қанша мен ақша таба аламын Дубайдан квартира алып арендамен. Бірінші мен тұрған район анықтап алайық ағайын. Бұл Крик Харбор. Напротив. Даунтаун деген район, бизнес бей, даунтаун. Енді бұл қазақша түсіндіре кетейін. Бурдж Халифаның жанын деп айтады даунтаун деген. Мынау Шоба Хартланд 2. Шоба. Мына жерден Крик Харбор түсін деп жатыр, Бурдж Халифадан да ұзын район түсін деп жатыр. Әлі түскен жоқ, бірақ квартиралардың бағалары қанша тұрады арендада? Кеттік. Бірінші 23.000 дирхам, 19.000 дирхам, 23.500 дирхам, бұл деген примерно 3 миллион теңге қазір бағасы. Мынау 2,5 миллион дирхам, 2,5 миллион теңге, мынау 3 миллион теңге, 3 миллион теңге. Минимум 3 миллион теңгеден басталады мына жерде арендаға алып тұру. Көбісі зайын еще. Кейбіреулері 4-4,5 миллионға дейін барады, квадрат метрлары үлкендер. Дубайда кез келген квартира годовой доход 12-15% неден береді, арендадан береді. Кейбіреулер 10 береді локациясына қарап. Бірақ каждый квартира район үлкейген сайын и жыл сайын 11-12-15%-ке өсіп отырады. Кейбір квартиралар 2-3 жылда уже бірге бір бағасын қосып тастайды.